Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен Қалдыбай Қарлығаш Сәрсенбайқызы, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы номер 1 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімімін. Біз бүгін жаратылыстану пәнінен табиғат физикасы бөлімінің температураны қалай өлшейміз тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Балалар, бүгінгі сабақта сіздердің үйренетін мақсаттарыңыз температураны өлшеуге арналған құралдармен танысасыңдар және температураны өлшеп үйренесіңдер. Балалар, ендеше дәптерімізді ашып, дәптерімізге 13 мамыр температураны қалай өлшейміз деп жазамыз. Және мына тірек сөздерді дәптерімізге жазып аламыз. Температура, термометр, градус. Ендеше балалар, бұл жерде Негеш пен Эврикаға қараймыз. Олар не істеп жатыр? Олар не өлшеп жатыр? Қандай құралдарды қолданып жатыр? Әрқайсысы не үшін қажет? Және бұл жердегі бөлме температурасы қандай? Оны ненің көмегімен анықтадыңдар? Бұл сұрақтардың жауабын маған аудиозаписпен жіберіңдер. Балалар, температура дегеніміз дененің, заттың қаншалықты қызғанын көрсетеді екен. Ендеше дәптерімізді ашып, мына мәліметтерді жазып аламыз. Температура деп дененің немесе заттың қызғанын айтады екен. Бұларды дәптерімізге жазып аламыз. Термометр дене немесе зат бойындағы температураны өлшейтін құрал екен. Ал градус дегеніміз жаңағы термометр құралының өлшем бірлігі екен. Ендеше балалар, мына суреттерге қарайық. Бұл жерде не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыздар. Термометрлерге, термометрдің түрлері көп екен балалар. Термометрдің медициналық түрі, бөлме температурасын өлшеуге арналған түрі, жаңағы су температурасын өлшеуге арналған түрі және ауаны өлшеуге арналған термометрлер бар екен. Термометрді ең алғаш ойлап тапқан адам Галилео Галилей деген кісі екен. Балалар, дәптерімізге термометрлердің түрлерін жазып алыңдар. Бөлмешілік, су өлшейтін, далаға арналған және медициналық деп жазып алыңдар. Далаға арналған немесе ауа өлшеуге арналған термометр деп атаймыз. Балалар, термометрдің екі түрі бар екен. Олар сынапты және электронды деп бөлінеді. Сынапты термометрлерге мына термометрлер жатады. Ал бұл электронды термометрлер деп аталады. Ал балалар, мына жерде біздің заманымыздағы ең алғашқы пайда болған термометрлердің түрлері екен балалар. Олар ең басында осылай көрінген екен, болған екен. Балалар, сау адамның температурасы 36-да 6 градус болады екен. Егер адам ауырып қалған жағдайда температура тез көтеріледі екен. Бірақ адамның денесінің температурасы 42 градустан жоғары көтерілмейді екен балалар. Балалар, дәптерімізге осы мәліметтерді жазып алайық, Сау адамның дене температурасы 36 градустан сәл жоғары болады. Және суды қайнатқан кезде ол 100 градустан жоғары температурада қайнайды екен. Балалар, есте сақтаңдар және дәптерге жазып алыңдар. Температураны арнайы құралмен термометрмен өлшейді дедік, Оның өлшем бірлігі не екен? Оның өлшем бірлігі градус екен балалар. Ал балалар, судың температурасын осы құралмен, су өлшейтін құралмен
осылай өлшейді екен. Судың градусы неше градусқа көтерілді? Балалар, судың градусы неше градусқа көтерілгенін маған аудиозаписпен айтып жіберіңдер.